Тағы да сұр тастың қасиеті туралы. Бейсен бен Мақсұт деген кісі сол елде колхозда бастық болады. Коммунист және безбожник деген куәлігі де бар. Құдай деп айтуға болмайды. Құдай десе құртады. Дәл осы заманда осы бастықтың 9-10 жастағы баласының екі көзі бірдей көрмей қалады. Баланың аты Жас Қайрат, оқуға бара алмайды. Әкесі баласын бірнеше жерлерге апарады. Дәрігерлерге көрсетіп, еш ем жоқ деген соң елге қайтады. Баяннан шығып қонаға басшылыққа келіп, бір үйге түсіп қонады. Ол үй иесіне жай жөнін, ұзақ жолдан келе жатқанын, баласы туралы да айтады. Әлгі үйдің иесі отырып, Машекеңнің сұр тасымен ұшықтатып көрсетсеңіз етті, дейді. Ой шырағым-ай, ол кісінің басына барып ұшық алмақ түгіл, анадайдан қашамыз. Анау коммунист бастық басына барып, дұға оқып жүр деп біреу-міреу көрсетіп жіберсе, тілсіз кетіреді ғой. Және қалай ұшықтаудың жөн-жосығын да білмеймін ғой, дейді. Бұл айтып отырған кісі сол кісінің бейітін дұшжан салған құдасы екен, барлық сырын білетін. Бұл кісі тұрып, сол ауылыңызда Шиіркен деген сиыршы бар. Барып сол кісімен ақылдасып көріңізші, дейді. Сонымен елге келісімен Шиіркенге жолығады. Түгел мән жайды айтып түсіндіреді. Ол ақсақал дұрыс айтады. Ол тастың қасиеті жалғыз көзге емес, ажалсыз дерттің бәріне шипа, дейді Шиіркен. Мақсұт, онда қалай, не істейміз, дейді. Біреу-міреу көріп қойса пәле болады ғой. Сол кезде Шиіркен айтады. Бір паратты сұлыға бөле, колхозшылар тамағын ше салысымен жата қалады. Сол уақытта баланы алып, бір жұмадай шықтап алдырамыз да қайтамыз, дейді. Қас қарайып, жұрт жатысымен бастық шанаға паратын жегіп, баланы Шиіркенді отырғызып, Мәшекеңнің басына келіп дұға оқып, бір кесеге кішкене су құйып, Рахман дұғасын оқып суға бүріп, сұқ қолын малып сулап, тасқа үйкелейді. Тастың сұрғылт түсті жері саусағына жұғады. Осыны баланың оң көзінен бастап қабағының үстіне жағады. 3 күн осылай жасайды. 4-ші күні әлгі көзі ашылып көретін болады. 2-ші дәл осылай сол көзін 3 күн ұшықтап, 2 көзі бірдей көріп, шамша жарқырайды баланың. Мұнан да басқа көп сырқаттарға шипа болған. Ұзындығы 70 сантиметр сол сұр тастың қазір кішкене тәрелкенің үлкендігіндей ғана көлемдегі шетінің сынығы атаның музейінде тұр. Иманғали Маненовтың жазбаларынан аударған, Төлепберген Алдабергенов.